Сәлем достар, 2021 жылы iPhone 11 шыққан кезде ол хит продаж болған. Өйткені оның дисплей IPS ол бағаны төмендетті. Биыл, яғни 2021 жылы менің ойымша хит продаж iPhone 12 mini болатын сияқты. Өйткені оның әдемі дизайны, қолайлы бағасымен көбісін ұтады. Сол туралы шолу жасауға асықтым. Менің атым Бақтияр, бұл Кастияр шоу, ал біз бастаймыз. Бастапқы распаковка, яғни қорамда не бар екенін көрейік. Шын айтсам, iPhone 12 mini, яғни iPhone 12 басталғандар распаковкасы өте тез болады. Неге? Өйткені бұның ішінде қорамда, яғни детальдар аз. Қорап ішінде смартфонның өзі, қосымша сіздерге кабель берілген, бірақ кабель бар деп қуанбаңыздар, өйткені бір жағы Lightning болса да, екінші жағы Type-C, яғни сізде ескі адаптерге бұл келмейді. Менің ойымша оның бәрі сымсыз зарядтайтын MagSafe деген бар, оның бағасы болжаммен 25 мыңдай тұрады. Соны алсын деп итермелеп отыр. Қорабында тағы да инесімен, сим-карттаны ауыстыратын инесімен алма деген наклейка бар, ол сізге сыйлыққа. Оны қайда жабыстыратынын шын айтсам өзім де білмеймін. Болды, басқа ештеңе жоқ. iPhone 12 mini'нің 5 түсі болады. Мынандай әдемі көк, қара, ақ, қызыл және жасыл. iPhone 12 mini ең ыңғайлы смартфон. Қолға өте ыңғайлы, сапасы жағынан, барлық жағынан сапалы. Диагоналі 5,4 дюйм, жіңішкелігі 7,4 мм. Бұл кішкентай смартфон емес, бұл ыңғайлы смартфон. Ыңғайлы болғандықтан мен өзіме осыны сатып алдым. Ең үлкен аргумент ол бір қолмен қолдануға болады. Яғни машинада жүрген кезде сіз бір қолмен экранның бір шетіне дейін жеткізе аласыз саусағымен. Салыстыру үшін басқа телефон алайын. Былай қолданасыз, былай ашасыз, былай өшіресіз де саусағыңыз жетпейді мына бұрышқа дейін. Бірақ ескерту, машинада телефонмен қолданбаңыздар. Диагоналі 5,4 дюйм, экраны заманауи технологиямен жасалған керамик шилд, оңайлықпен сынбайды деген сөз. Қолдануға болатын ауданы 85%. Яғни бұда батырма немесе басқада зиян заттар жоқ. Бұл смартфонды қолға алған кезде немесе iPhone 12 mini туралы айтқан кезде елдің бәрі iPhone 5 есіне түсіреді. 5-тің үлкен айырмашылығы оның диагоналі 4 дюйм, бұның диагоналі 5,4. Яғни бұл үлкен екенін көз жеткізесіздер. Бірақ соның өзінде заманауи технология керамик шилд болса да, мен кез келген смартфонды алған кезде бетіне 18D деген пленка жабыстырамын және әдемі чехол аламын. Өйткені қаншалықты мықты болса да жерге құлау мүмкін. Ал енді бірге ойланайықшы, осындай кішкентай iPhone 12 mini қаншалықты ыңғайлы, қаншалықты тиімді. Біріншіден, бұл бір қолмен қолдану ыңғайлы. Сіз саусақпен алыс бұрышына жеткізе аласыздар. Мүмкін үлкен смартфонға да жеткізе алатын шығарсыздар, бірақ ол үшін біраз қиналу керек, немесе екі қолмен қолдану керек. Және бұл кішкентай болғандықтан салмағы да жеңіл, 135 грамм. Екіншіден, бұл кішкентай смартфон қалтаға оңай сияды. Жоқ, үлкен смартфондарды қалтаға салуға болады, бірақ солай жүру ыңғайсыздық тудырады. Ал мына кішкентай смартфон сіз қалтада бар екенін байқамай қаласыздар. Пішіні кішкентай болса да, бұған ең мықты процессорды орналастырды. Жұмыс жасау өнімділігі өте жоғары. Бұның процессоры Bionic A14. Естеріңізде болса, iPhone 11-де Bionic A13 болған. Енді Apple компаниясы бұл Bionic A14 бұрынғыдан 20%-ке мықты деп айтады. Бірақ егер сізде iPhone 11 болса, сол 20% сіздер байқамай қаласыздар. iPhone 12 mini'дің сол жағында ерекше орны бар. Бұл не екенін білмесеңіздер, бұл 5G интернет желісін ұстау үшін арналған құрылғы. Өкінішке орай бізде ол әлі жоқ. СНГ TMD елдерінде 5G әлі істемейді. Бірақ егер 2 жылдың ішінде бұны қоятын болса, сізге басқа смартфон алу керек емес. Бұнда 5G құрылғысы бар. Бұл смартфонның жақсы жағы болса да, жаман жағын да айтып берейін.
Бұл ыңғайсыз жақтардың бірі ол ойын ойнау. Бірақ сіздер ойлаңыздар, 450 мың теңгеге смартфон алған адам ойын ойнау үшін алмаған шығар. Өйткені ойын ойнағанда үлкен смартфон ыңғайлы. Айтпақшы, аккумулятор бұнда 2227 мАч. Егер бұл смартфонмен ойын ойнайтын болсаңыз, 3 сағатқа жетіп қалуы мүмкін. Оның себебі бұнда өте мықты процессор мен өте мықты график орналастырған. Екеуінің өте көп энергия тұтынады. Сонда 3 сағат көпке жетпейді. Және ойнаған кезде қатты қиналғаннан қызады. Енді настройкасын көрсетейін. Настройканы басудың өзі қиындау, өйткені әріптері кішкентай. Графиканы қараңыздар. Ультрада тұр. Ультра HD қосылмайды. Частота кадра Full-да ультрада. Фильтрді көрсету ол да ең жоғарғысында. Сол үшін егер аккумуляторда IM десеңіз, бұның бәрін жайрақ қою керек. Төмендету керек. Екінші ыңғайсыз жері ол видео көру. Көп адам смартфонмен видео көреді. Қазірдің өзінде сіздер YouTube-пен видео көріп жатсыздар. Және мүмкін мына смартфон оған қолайсыз болатын шығар. Көлемі кішкентай болса да, мәтін көлемі iPhone 12 мен бірдей. Сіздер ойлап қалмаңыздар, бұл кішкентай смартфонда кішкентай мәтін болады, кішкентай клавиатурада кішкентай болады деп. Жоқ, бәрі iPhone 12 мен бірдей. Жалпы жаттап алыңыздар. Бұл iPhone 12 мен тек қана көлемі мен аккумулятор әртүрлі. Екі камера, процессор, азу бәрі бірдей екеуінің. Бұл кішкентай смартфон емес, бұл ыңғайлы смартфон. Арт жағында екі үлкен камерасы бар. Негізгі камера 12 мегапиксельді 26 мм және диафрагмасы 1.6. Салыстыру үшін профессионалды камераның өзінде диафрагмасы, ең қымбат линзаның өзінде диафрагмасы 1.4. Бұнда 1.6. Екінші камера бұнда өте жақсы жасалған кең бұрышты камерасы. Бұнда 13 мм және диафрагмасы 2.4. Өте жақсы түсіреді, әсіресе видеоны түсірген кезде стабилизациясымен бірге түсіреді. Видеоға түсіріп отырмын. Стабилизациясын қараңыздар. Қалай болатын? 0.5 пен түсірген әдемілеу. Жалпы суға төзімділігі IP68, яғни 6 метр тереңдікке дейін жарты сағат шыдай алады. Смартфонды мақсаттарыңызға қарап таңдаңыздар. Егер қалтаңыздан алып шығу, күнделікті қолданысқа ыңғайлы, мықты процессор, әдемі сурет және өте керемет видео түсіргіңіз келсе, iPhone 12 mini сізді қанағаттандырады. Процессор жағынан айттым, Bionic A14, азуы 4 ГБ және ішкі жады 64, 128 және 256 болады. Одан артық болмайды. Қорапта өздеріңіз көргенде қуаттағыш адаптері жоқ, бірақ менің ойымша оның бәрі артына жабыстыратын, сымсыз зарядтайтын MagSafe алу үшін итермелейді. Ал енді ең қызығына жеттік. Бағалары. iPhone 12 mini 64 ГБ бағасы 430 мың теңгедей. iPhone 12 mini 128 ГБ-ны таңдайтын болсаңыз, ол арасы 10 мың теңге, 440 мың теңгедей болады. Ал егер оның бәрі сізге аз болып, 256 ГБ iPhone 12 mini алам десеңіз, оның бағасы 530 мыңға дейін жетіп қалады. Сонымен iPhone 12 mini туралы айтарым осы. Кімге iPhone 12 mini ұнағанын комментарийге жазыңыздар. Ұнамағандар, сіздер де жазыңыздар. Егер бұл ақпарат сізге ұнаса, лайк басыңыздар, тіркелмеген адамдар тіркеліңіздер. Келесі видео кездескенше сау болыңыздар.